тағы бір рет қайырамыз. Түзіп жерді көрген жерді қайырамыз. Барлық жерді қайырып болды. Айырын жоғарға қарай қарайтамыз. Айырынды жоғарға қарай. Тек біреуін аламыз. Оның түзеп алып, сызығынан істей береміз. Тағы бір жерін істейміз. Біреуін тастап кетеміз. Жоғарға көтереміз. Екінші жерін істейміз солай. Тағы да қайырамыз. Түп-түзу қылдырып. Yerinde. Екеу бірге тиіп тұру керек. Кітап сияқты қылдырып ашамыз. Артында мынандай болды. Енді тесігі бар жерін қайырамыз. Кішкене. Екінші жағын қайырамыз. Тағы бір екінші жер бар. Сол жерінде қайырамыз. Сызықтан кішкене өтеміз. Мынандай тесігі бар. Ал енді оған кіргіземіз. Bir жері дайын болды. Екінші жерін істейміз. Екінші жерін бұлай істеңдер. Тесігіне кіргіземіз. Табырын. Екінші жағында осындай болып шықты. Мына тесікке үрлейміз.
әзірлеп болдық. Ал енді мұны жайрағап басамыз. Осылай астын тегістеп сығамыз. Ал енді мінеки роза гүл шықты. Одан айырын қайыраймыз. Барлығы бірдей болып шығу керек. Мінеки. Енді роза гүлдің сабағын жасаймыз. Бірінші оның айырын қайырамыз. Сосын кішкене орап шығамыз. Сосын үлкен болып шығады. Жалғастыра береміз. Тура солай екінші жерін бастап істейміз. Бұлай қайырамыз айыр. Мінеки. Ал енді сабақты роза гүлге саламыз. Бізде осындай роза гүл шықты. Сізге осы видео ұнаса, лайк басыңдар. Біздің каналға жазылыңыздар. Пока!